Көкбөріні өзім жалпы жаным сүйет, сөздің ашығы. Бұл Алтайдың қызыл қасқыры. Алтайдан келген қасқыр. Қазақстанға алып келу өте оңай болмады. Үлкен-үлкен кісілерді салдық, сөйтіп подарка есебінде келіп отыр. Қазіргі таңда 7-8 ай болып қалды. Осы мамыр айында бірге келеді. Қасқырлар өзі мамырда күшік дейді ғой. Өздеріңіз көрдіңіздер бағана. Клетканың ішіне кірдім. Қасқырда жақынына қас қылмайды дейді. Мұхтар Әуезовтің бір шығармасына қарап, ой, қасқыр бақпау керек, қасқыр орманға қарап ұлиды дегеннің бәрі далбас әңгіме. Қасқырды асыраңыздар деп мен барлықтарыңызға насихат жасай алмаймын. Тағы да қайталап айтамын. Қасқырды асырамаңыздар. Қасқырды тек қана қасқыр жүректі азаматтар бағу керек. Мен өзімді қасқыр жүректі азаматпын деп санамаймын. Бірақ қаным қазақ, жаным қазақ болғаннан кейін бөрілі байрақ ұраным деп кеше бөрілі байрақты қолға алып ұрандатқаннан кейін неге мен қасқырдан қорқу керекпін? Енді шынын айтатын болсам, дәл осы Алтайдың қызыл қасқырын итке шатастырам деп сөзден ауытқымай қойайын. Егер Алтайдың арланы болған кезде шатастыратын ем, құртқа қаншығын мен оған қимайым. Өйткені бүгінгі таңда қазақтың тағы да қайталап айтамын, таза төбеті жоқ бұған қоятын. Бұл менсінбейді де. Бұның мен тұқымын құртқым келмейді. Қасқырдың ең бірінші қасиеті бұл кешегі қазақ сияқты текті болған. Сөздің ашығы. Бүгінгі қазақтарды қайдам? Мен тексіз демеймін, бірақ бүгінгі қазақтар түрігіңе түріктей, Қытайыңа Қытайдай жылтыраған ұлтқа қыздарымыз кетіп жатыр ғой, сөздің ашығы. Бұларды өліп бара жатса да өзінің жатырын бөгде итке немесе басқаға бермейді. Оны ұйықтырар кезде ұлы сөздің ұяттығы жоқ дейді. 2-3 адамда ұйықтырамыз кәдімгідей. Бұлардың уақытысы келген кезде анша-мұнша ит бара бермейді бұған. Бұның бірден-бір тектілігі сонда. Мен тағы да қайталап айтамын. Көпшілікке топырақ шашпаймын. Қазақ текті болып қалған, текті болып қалу керек. Біздің қыздарымыз жылтырағанның артынан кете бермеу керек. Оны өздеріңіз білесіздер. Қасқырдан біз үйренетініміз көп. Қасқыр өзінің, былай айтқан кезде, жемтігін өз еңбегімен тапқан. Таза малды бауыздап жейді. Мен сөздің ашығы мынау қасымда тұрған бағанағы базарлардан малдың сойылған, жаңа сойылған бағанағы жердегі керек жарақтарын әкеп берем. Ол тұрып қала ма? Бір апта, 10 күн. Яғни ол қасқыр оны жемейді. Жейтін болса қасқырды өлтіріп аласың. Организм қабылдамайды. Бұның тектілігі сода. Содан кейін айта беретін болсам, тұзды ауқат беруге болмайды. Тоже өлтіріп аласың. Ең бастысы бағанағы былай айтқан кезде енді әрине көпшілік ойлайды ғой, бұл нағып темір тордың ішінде бағып отыр, жапан далаға жібермей ме деп. Жапан далаға жіберсек, қазақтың сен тұр мен атайын деген жігіттері атқа мініп тазымен емес, снегоходпен, қолдарындағы милкашкалармен атып өлтіреді. Оны өздеріңіз көріп жатсыздар. Алып, одан қалса ол жараланады болса, соны барып тірідей іліп қойып, терісін сыпырып жатады. Біз сол кезде қазір құдайымызды ұмытқан қазақ болдық па? Тірідей қасқырдың терісін сыпырған деген не деген сұмдық? Мен түсінем әрине, түрлі пікірлер кетеді. Неге бағады ол, неге үйтеді, неге жібермейді бостандыққа деп. Қалай бостандыққа жібересің? Бұның сөздің ашығы ұяластардың барлығы қазір өліп қалған шығар. Мен сіздерге айтайын, 5 жылда қазақтың жерінде қасқыр қалмайды. Қасқыр қалмағаннан түрлі аурулардың бәрі келеді бізге. Бұл айтқанда даланың санитары ғой, бұл айтқан кезде. Соны бағыт бағдар беріп, соны қой деп атқан біреу жоқ.